Сәлем Ерке ТV арнасының кішкентай көрермендері. Бүгін біз қазақ ғарышкерлері туралы әңгімелесеміз. Қазақ ғарышкерлері: Тоқтар Әубәкіров, Қазақстаннан шыққан ең алғашқы ғарышкер. 1991 жылы ғарышқа ұшты. Ғарышқа Союз ТМ-13 кемесімен барған. Ғарышта ғылыми тәжірибелер жасаған батыр, ұшқыш, Қазақстанның мақтанышы. Талғат Мұсабаев. Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшқан. Ғарышта ұзақ уақыт болған. Жалпы 300 күнге жуық. Халықаралық ғарыш станциясында жұмыс істеген. Қазақстанның халық қаһарманы. Қызықты дерек: ғарышта бірнеше ай бойы өмір сүрген. Айдын Айымбетов. Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышқа ұшты. 3-ші қазақ ғарышкері. Ғарышта ғылыми зерттеулер жүргізді. Айдын аға қазіргі заман ғарышкері. Ғарышкерлер қалай өмір сүреді? Ғарышта ұшып жүріп ұйықтайды. Себебі салмақ жоқ. Тамақты арнайы қапшықта жейді. Су тамшы болып қалқып жүреді. Күндіз түнді әр 90 минут сайын көреді. Күн сайын спортпен айналысады. Балалар, Қазақстанда әлемге әйгілі Байқоңыр ғарыш айлағы бар. Бұл әлемдегі ең алғашқы және ең үлкен ғарыш айлағы. Осы жерден алғаш рет адам ғарышқа ұшты. Байқоңырдың маңызы қандай? 1957 жылы алғашқы спутник ұшырылды. 1961 жылы Юрий Гагарин осы жерден ғарышқа ұшты. Қазіргі таңда да ғарышкерлер осы жерден ұшады. Неге дәл осы жер таңдалды? Бірінші, географиялық орналасуы. Байқоңыр экваторға салыстырмалы жақын орналасқан. Бұл зымыранға жердің айналу жылдамдығын пайдаланып, жеңіл ұшуға көмектеседі. Екінші, халқы аз орналасқан аймақ. Айналасы кең дала, шөлейт жер. Зымыран бөлшектері құлаған кезде адамдарға қауіп аз болады. Неге дәл осы жер таңдалды? Бірінші, географиялық орналасуы. Байқоңыр экваторға салыстырмалы жақын орналасқан. Бұл зымыранға жердің айналу жылдамдығын пайдаланып, жеңіл ұшуға көмектеседі. Екінші, халқы аз орналасқан аймақ. Айналасы кең дала, шөлейт жер. Зымыран бөлшектері құлаған кезде адамдарға қауіп аз болады. Үшінші, ауа райы қолайлы, көбіне ашық күндер көп. Ұшырылымға жақсы жағдай жасайды. Төртінші, көлік қатынасы бар. Темір жол арқылы үлкен зымырандарды жеткізуге ыңғайлы. Қай жылы ашылды? Байқоңыр ғарыш айлағы 1955 жылы салынды. Алғашқы зымыран ұшырылымдары 1957 жылы басталды. Дәл осы жерден адамзат тарихындағы алғашқы жасанды жер серігі ұшырылды. Міне балақай, бүгін сен қазақ ғарышкерлерімен таныстың. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Келесі видеода жолыққанша арнаға тіркеліп ал.